жол салынады деп. Осы құрылысы биыл осы жақын күзде басталады деген, сол туралы айтып берсеңіздер. Қашан басталды? Енді қазір қаланың ішінде көп жүреміз. Ойдым ойып жер бар мына КамАЗдар ше. Соны бір тәртіпке келтіріп 30 километрді салынады деген жоспар бар. Қашан басталады? Бізде естіп, бірақ ол жерлерін анықтауды, өйткені жердің бәрі біз Сауранғырай. Өйткені осы Түркістанда бірден салатымыз біздің ақылсыз, орыс бауы біздің ақылсыз, біз білмейді ғылым не салмыз. Салым отыр ғой, бағақтардың есі отырмыз, таңғалып отырмыз. Кімге салым? Солай айтып отырмын, бұрын қалада бәрін біз меңгеріп, сол біз ойымыз айтады, мен мысалы әлі жоғы мияқтан қарады, мен мияқты қолдадым, теге жақты. Неге дейтін болсаңыз, Ажанды Балқакөл бар, Қызылжарба бар, Атборын бар, Амангел бар. Мынау оқиғаны зияттан болатын болса, жолдың асты бар, бекзат мүлде болғаны, қалып жолдың тізімі шаққа шығып кетеді, абайсыз жолда. Проқ болмайды. Мияқты жасатымыздың не ол? Кенді олар, тек кенді олар. Сосын қарап, мияқты кішкенде өйткені бере барсыз, тағай дейсіз. Мен осы жаңа қалам мияқты салуға қарсы болмасқа. Неге дейсіз? Арсусар жаңалығы бар да, өзімді бауыда, өзімді демалыс олғызын көреді. Ақ болу көреді. Мияқтың бар кебір жер, бар ештеңесін шықпайды. Суда бармайды. Ояқтың бар үй сапырдың өзі инфрақұрылымды жүріп жатыр, сол жаққа айтамыз кебір кезде.